Адам өміріндегі ең нәзік нәрсе сенім. Сенімге орын бар жерде ғана жүрек тыныш, жан еркін. Бірақ сенім темір емес, сынбайтын да, ағаш емес, иілетін де емес. Сенім әйнек. Бір жарылған жерде ізі қалады. Сондықтан сенімді кімге беріп тұрғаныңды аңдау өмірлік даналықтың бір бөлігі. Адамдар бар, сөзі майда, жүзі жылы, көңілі жайдары көрінеді. Бірақ бәрі дос емес. Кейде тәтті сөйлеген тілдің астында ащы пиғыл жатады. Кейде сенің мейірімің біреудің пайда табатын мүмкіндігіне айналады. Жылы сөйлегеннің бәрі жақын емес, жақынымын дегеннің бәрі адал емес, бұл өмірдің үйреткен шындығы. Адалдық күн секілді, өзі жарық беріп тұрады, бірақ ешкімнен жылу сұрамайды. Адал адам, тыныш адам жүрегінде тікен болмайды. Бірақ сол адалдықты қадірлемейтіндер болады. Олар сенің кеңдігіңді әлсіздік деп ойлайды, мейіріміңді пайдаланады, сеніміңе кіріп, арқаңнан қағып жүріп, артынан сөз айтатын да солар. Ең қатты ауыртатын сөз бөтеннің емес, дос болған адамның сөзі дейді Дана. Достық таңдаудың емес, танып білудің өнері. Нағыз дос көп болмайды, бірақ бір шынайы дос 100 көлгірден артық. Жанашыр дос сенің көлеңкеңдей, қайда барсаң бірге, бірақ жарық түссе ғана көрінеді. Өмірдің бұл да бір заңы, шын дос қиын кезде табылады, ал жалған дос қиындықтан қашады. Сол қиындық адамның айналасын тазартатын табиғи сүзгі сияқты. Сатқындық кенеттен келетін соққы емес. Ол әдетте баяу басталады, кішкентай өтіріктен, уәдеге тұрмаудан, жүректегі суықтықтан. Адам өзгергенін байқау қиын емес, тек мойындау қиын. Бірақ сатқындық адамға жабысып қалатын дағы емес, қайтадан тазарып шығуға үйрететін сабақ. Сатқынға ашулану табиғи, бірақ кешіре білу үлкендік. Ал қайталап сену аңғалдық. Сенім құлыпсыз қақпа. Оның кілті жүректің өзінде. Сол кілтті кімге берсең, соған жауапкершілікпен қарау керек. Сырт көзге жақсы көрінетіндердің бәріне есік ашудың қажеті жоқ. Өмір үйретеді. Адам қолын созғанда емес, жүрегін ашқанда қателеседі. Адалдық ешқашан ұтылмайтын қасиет. Бәлкім уақытша жамандық жеңгендей көрінер, бірақ ұзақ жолда адал адам ғана абыроймен жүреді. Адалдықты бағалайтындар бар, бағалай алмайтындар да бар. Бірақ адалдық үшін өкінген жан жоқ. Жалған достықтан шаршаған адам да, сатқындықтан күйінген адам да ең соңында адалдықты іздейді. Өйткені адалдық жүрекке тыныштық беретін жалғыз қасиет. Кейде адамдарды алыстан емес, жақыннан танисың. Әр сөзінен, әр ісінен, ең маңыздысы қиындыққа реакциясынан. Біреулер қасыңнан табылса, біреулер жоғалады. Сонда түсінесің, дос деп жүргенің жолсерік қана, ал шынайы дос өмірдің сынынан сүрінбей өткен адам. Өмір адам танудың ұзақ мектебі. Бұл мектепте бәрі бірдей ұстаз бола алмайды. Біреуі сенің мейіріміңді бағалайды, біреуі пайдаланады. Біреуі жүрегіңе жылу сыйлайды, біреуі жара салады. Бірақ бәрі де сабақ. Адамды тани білу, жүректің ақылға құлақ асуы. Сондықтан да бір қағида есте қалсын. Сенім сыйлық. Достық аманат. Адалдық адамның айнасы. Сатқындық жүректің сынатын тұсы. Бірақ бәрінен жоғары тұратын өзіңнің адамдығың.